Жоқ, басын егіп бастамайды. Елу адам жайланып отырып, сапар шегетін автобустың ішінде ине шаншар жер жоқ. Орындықтарға балалы әйелдер мен қариялар жайғасқан, ерлер көп. Әрқайсының арқалаған жүгі бар. Бәрі Ресейдегі маусымдық жұмыстары аяқталып, өз елдеріне қайтып бара жатқан Өзбекстан азаматтары. Автобустың ішінен 88 адам шықты. Рұқсат етілген шамадан 38 артық. Автобус көлігі тоқтатылды. Тоқтатылған себепте оның ішінде автокөліктің құжаты бойынша 50 орындық. Сонымен Ресей Федерациясынан келе жатқан, Өзбекстан территориясына бара жатқан азаматтардың перегрузбен келе жатқаны анықталды. Көлігіне көп адамды мінгізген жүргізушінің үстінен Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 463 бабы 1 бөліміне сәйкес хаттама толтырылды. Ол 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 8655 теңге айыппұл төлеуі тиіс. Ал жолаушылар мән-жайы анықталғанша Хромтау аудандық ішкі істер бөлімінде болады. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, тәулік.